Қайырлы кеш, тікелей эфирде Көкше ақпарат, студияда мен Балауса Жақсыбай, Сордодармада Сем Жомарт қызы. Алдымен көретіндеріңіз. Көкшетаудағы тыныс зауытында заманауи үлгідегі бронежилеттер қалай жасалады? Бірер минуттан кейін толығырақ. Бірлік шағын ауданы тұрғындарының айтар базынасы көп. Оларды алаңдатқан мәселе қандай? Бұл туралы толығырақ сәлден кейін мен Айгүл Мырзағалиқызы айтамын. Нұрсұлтан қаласында 2 адам коронавирустан қайтыс болды. Оның бірі 1958 жылы туған әйел. Қаладағы жеке медициналық мекеменің бірінде істеген. Зейнетке шықса да жұмысын жалғастырған. Ауру белгілері болса да, науқас 10 шақты күн үйде өзі емделген. Жағдайы онан сайын нашарлаған соң ғана жедел жәрдем шақырып жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізілген. Бірақ қарқынды жүргізілген емге қарамастан науқас көз жұмды. Екінші науқас 1977 жылғы жанұясында коронавирус жұқтырған туысымен жақын қатынаста болған. Осыған орай 4 күн үй карантинінде болған. Науқас соңғы 2 жылда қосымша аурулары бойынша емханада тіркеуде болған. Қарқынды терапияға қарамастан науқас қайтыс болды. Дегенмен елордада коронавирус инфекциясын жұқтыру көрсеткіші төмендеген, бірақ сақтық шараларын әлі сақтау керек. Ал карантиндік шараларды алып тастау кезеңдері қалада әр 7 күн сайын ауруға шалдығудың азаюына қарай айқындалады. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Бүгінгі таңда мемлекет көп балалы және аз қамтылған отбасыларға үлкен көңіл бөлуде. Мемлекет қолдауынан жетім балалар да шет қалған жоқ. Жетім көрсең жебей жүр дейді дана халық. Мемлекеттің қолдау мәселелері бойынша облыс әкімінің орынбасары Айна Мүсірәлімова мәлім етті. Бүгінгі таңда Ақмола облысында 1693 жетім бала бар. Оның 224-і балалар үйінде тәрбиеленсе, қалғаны патронаттық отбасының қамқорлығы мен қарамағында. Соңғы 5 жылда облыста 390 жетім бала баспанамен қамтамасыз етілді. Оның 106-сына, сондай-ақ толық емес және көп балалы отбасыдан шыққан студенттерге, екінші топтағы мүгедектерге жоғары оқу орындарында оқу үшін облыс әкімінің шәкіртақысы бөлінді. Бұл мерекенің отбасы институтын сақтаудағы рөлі жоғары. Первый – это адресальная помощь. Біз қаншадам некелесіп, шаңырақ құрған жұптардың 50% өкінішке орай ажырасып кеткендігін білеміз. Біздің бүгінгі негізгі мақсатымыз отбасын сақтау бағытында жұмыс жасап, жақсы жанұяларды қоғамға үлгі етіп көрсету, отбасы құндылықтарын сақтау. Бүгінде халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау 4 бағытта жүзеге асырылады. Мы прекрасно знаем, что Алғашқысы атаулы әлеуметтік көмек. Бұл қаражат жағдайы төмен отбасыларға берілетіні белгілі. Оның қазіргі құны 2240 теңгені құрайды. Облыс бойынша жыл басынан бері 3527 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алған. Оның 11213 балалар, 1249 бала көп балалы отбасынан шыққан. Жыл басынан бері 227 миллион көлемінде төлемдер жүргізілді. Жыл соңына дейін атаулы әлеуметтік көмекке 1 миллиард теңге бөлінбек. Барлығы 5000 отбасы қамтылмақ. Сонымен қатар биыл алғаш рет кепілдендірілген әлеуметтік пакет енгізілді. Оған азық-түлік жиынтығы мен гигиена құралдары кіреді. Бүгінгі таңда облыс бойынша әлеуметтік пакетке 49 миллион теңге жұмсалған. Тұмар Бабасанова, Нұрсұлтан Ибраев, Ермек Махметов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Бүгін халықаралық отбасы күні. Ол Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен 1993 жылдан бері тойланып келеді. Осыған орай әкімнің орынбасары Айна Мүсірәлімова бір салада ұрпақ сабақтастығын жалғап келе жатқан 2 жанұяны құттықтады. Мерейлі мереке карантин кезінде тұспа-тұс келгендіктен мәжіліс залында шағын ғана кездесу ретінде өтті. Салтанатты басқосуда бар ғұмырын медицина саласына арнаған Лещенколар мен тыныс зауытында еңбек ететін Тұрсынбаевтар әулеті шақырылған. Облыс әкімінің орынбасары оларды көпке үлгі боларлық жанұя ретінде таныстырды. Ажырасу мен тастанды бала көбейген қоғамда отбасы құндылықтарын сақтау аса маңызды. Айна Ермек қызы еңбек династияларына гүл шоқтары мен ұлттық нақыштағы естелік сыйлықтарды табыстады. Естелік суретке түсті. Я очень довольна. Бізді осылай құрметтеп шақырғандарына алғыс айтамын. Мен үлкен отбасында дүниеге келдім. 7 бала болдық. Үшеуміз медицина саласын таңдадық. Мен облыстық ауруханада, кейін қалалық емханада жұмыс істедім. Өз отбасым шағын ғана. Күйеуім Степан қалалық ауруханада бас дәрігер қызметін атқарды. Қызым да біздің жолымызды таңдап рентгенолог болды. Құтқарушы қызметі азаматтарға тән, бірақ өрт сөндіру бөлімінде нәзік жандыларға да жұмыс табылады. Келесі сюжет кейіпкері диспетчер Анар
Бой шыдамдылық, қолдау көрсете білу, төзімділік сынды бұл қызмет иесіне қажетті қасиеттердің бәрі бар. Ол жұмысының күрделі әрі психологиялық тұрғыда ауыр екендігін түсінеді. Тіпті кей уақытта өмірі қыл үстінде тұрған жандардың тағдырына араша түсуге тура келеді дейді. Анар Амрина өрт сөндіру қызметінде диспетчер. Ол телефон қоңырауларын қабылдап, апаттың алдын алуға алғашқы болып кіріседі. Өрт болған мекенжайды жазып алып, рация арқылы өрт сөндірушілерге жеткізеді. Анар жағдайды қалт жібермейді. Жалынға оранған жерге қандай техника жөнелтілу керектігін лезде хабарлайды. Служба пожаротушения, младший сержант Амрина. Ясно поняли вас. Мичурина 35. Горит склад. Первый ход на выезд. Мичурина 35. Горит склад. Анар көп балалы отбасынан 10 ағайынды. Үздік ағартушы болған әкесі өмірден озған. Ал анасы 85 жаста. Бауырлары өзі сияқты органда жұмыс істейді. Барлығының еңбек өтілін есептейтін болсақ, 166 жылды құрайды. Анар болса 18 жыл бұл салада қызмет етуде. Бүгінде ол ұл тәрбиелеп отырған аяулы ана. В Степногорске проработал 2 года. Әкелік тәрбие керек ақ. Ұлым әскери оқуды таңдады. Институтта батылдығын шыңдап, нағыз ер ретінде қалыптасты деп ойлаймын. Әйел адамға қанша дегенмен баланы жалғыз тәрбиелеген оңай емес. Отбасы толыққанды болуы керек қой. 2 жыл бойы Степногорск қаласында күзет бастығы қызметін атқарды. Кейін Көкшетау қалалық нөмір 2 өрт сөндіру бөліміне ауысты. Қазір Зеренді ауданында әскери қызметте. С детства бала кезімнен анамның жұмыс орнына барып, өрт сөндірушілердің жұмысын, анамның хабарламаларды қалай қабылдайтын, өрт сөндіру көліктерін көріп өстім. Маған жұмыстар ұнайтын, әдебиеттерді оқыдым. Мектеп кезінде өрт сөндіруші болуды армандадым. Жоғарғы техникалық институтына оқуға түсетініме сенімді болдым. Бұл менің арманым әрі өмірлік мақсатым еді. Бұл отбасы әулетінің тектілігін мақтан етеді. Олар ата-баба еңбектерін үлгі тұтып, басқан іздерін жалғап келеді. Қызметке аттанар сәтінде үлкендердің жұмысына адал бол деген сөздерін естерінен шығарған емес. Тұмар Бабасанова, Жамал Ғабдуллина, Павел Соловьев, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Полиция қызметкерлерінің 2 үлгілі отбасы Еркашевтар мен Қабдыловтар жанұясы. Бүгінде олар көпшілікке үлгі болып отыр. Біздің түсірілім топ 2 әулетпен де танысып, өмірлік құндылықтары туралы біліп қайтты. Это с учебки пришло. Это когда он в этом был. Первоначалку, когда проходил, сюда грамота берет. Ерқашевтар отбасы 2018 жылдың 25 қарашасында болған оқиғаны қорқынышпен еске алады. Сол күні кіші сержант Асхат Ерқашев 3 әскери қызметкермен бірге жарылысты естіп, содан соң отқа оранған үйді көреді. Ләззат Әлжанованың кіші ұлы 10 адамның өміріне араша түседі. Я даже не знала о том, что Асхат совершил такой подвиг. Әрине, менің ұлымның әрекеті нағыз батырлық болды. Бірақ оның өміріне қауіп төнгенін ойлаған кезде жүрегім ауырады. Мен тіпті бұл оқиға жөнінде білмедім. Тек ақпаратты әлеуметтік желілерден ғана көрдім. Балаларым барына өте қуанамын. Батырлық жасасын жасамасын тек Аллам тіл көзден сақтаса екен деп тілеймін. Асхат Ерқашев батыл ерлігі үшін айбын орденін иеленді. Бұл оның отбасындағы жалғыз марапат емес. Ағасы Ринат суға батып бара жатқан баланы құтқарып, ерлігі үшін медальмен марапатталды. Қайда ата көрсетші? Ата әже қайда? Сәкен Қабдылов полиция қызметкері, ал оның жұбайы Ақсәуле вирусолог. Екеуі де коронавирустың таралуына қарсы күресте алдыңғы шепте жүрген мамандар. Бұл қиын кезеңде ата-әжесі 2 ұлына қарасып жәрдемдесуде. Сәкеннің анасы Айгүл Жәмшит қызы облыстық көпсалалы аурухананың онкологиялық орталығында қызмет атқарады. Бұл уақытша қиындықтарға қарамай Қабдыловтар отбасы тату-тәтті тұрып жатыр. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен Көкше ақпаратқа дайындаған Тұмар Бабасанова, Зарина Дүйсекеева. Елдің бірлігі қысыл таян кезде арта түсетіндей, халыққа жанашыр кейіпкерлер Зеренді ауданының тұрғындарына қолдау білдірді. Демеушілер төтенше жағдай басталғаннан бері ауданның 1200 отбасына қайырымдылық жасаған. Төтенше жағдай басталғаннан зерделі өлкенің тұрғындарына көлік қораптар, дорба азықтар ағыла бастаған. Қолашық жомарт жандар күнде елдің іргесінен табыла білді. Борис Козлов есімді меценат қашықтан білім алып жатқан 7 оқушыға планшет сыйлап, 65 зейнеткерге азық-түлік жеткізген.
Күні кеше Кустагроп қарамағындағы Казби компаниясы Кустахелп әлеуметтік жобасы аясында 500 азық-түлік жиынтығын таратты. Бұл көмек Мәлік Абдуллин атындағы ауылдың мұқтаж отбасыларына бағытталған. Жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай еңбек ардагерлері мен майдангер жесірлеріне Чернобыль ауған ардагерлер жалпы саны 381 адамға азық-түлік жеткізілді. Бұдан басқа тағы 400 отбасына кәсіпкерлер мен волонтерлар демеу көрсеткен. Осылайша қайырымды жандар жергілікті жұрттың еңсесін бір көтеріп тастады. В районе было охвачено 1200 граждан. Бүгінгі күні біз біргеміз акциясы аясында Зеренді ауданының 1200 тұрғынына 20 миллион теңге көлемінде көмек көрсетілді. Алғашқы кезеңде Алтынтау Көкшетау серіктестігі 150 тұрғынға азық-түлік пен ақшалай көмек жіберді. Қолдау ең алдымен көп балалы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, жалғызбасты ардагерлерге жолданды. Екінші кезеңде Сарыөзек ауылдық округінің тумасы Абай Әлиев, Баратай, Ақан, Угалки ауылдарының 75 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз еткен. Ердігүл Дадвасқызы, Райхан Ғабдуллина, Көкше ақпарат. Шапса қылыш, атса оқ өтпейтін баяғының батырлары киген зауыттың заманауи үлгісін Көкшетаудағы тыныс зауытында шығарады. Бүгінде зауыт броны кеудешенің 6 түрін шығаруға қауқарлы. Шикізат шетелден жеткізіледі. Әзірге кәсіпорын еліміздің қарулы күштерін қамтып отыр. Бір ғана бронежилеттің жасалу процесінде 30-дан астам операция бар. Әскери қорғаныш киімінің ең алдымен қағаз бетіне сызбасы жасалып, кейін тапсырысқа сай орындалады. Олар көбіне оқ пен судан қорғайды. Ең басты қорғаныш құралы ол броноплиталар. Олар арнайы құрылғыда жасалады. Кейін әр бөлігі жеке-жеке дайындалып біріктіріледі. Жалпы бір тәулікте 200-ден астам бронежилет әзірленеді дейді мамандар. Бронежилеты бывают разных классов щит, с БР-1 до БР-5. Бронежилеттің әртүрлі түрлері бар. БР-1-ден бастап БР-5-ке дейін дайындаймыз. Сәйкесінше жоғарғы класты әскери қорғаныш киімдерінің бағасы да қымбат. Әр бронежилетке жеке тапсырыс бойынша материал әзірлейміз. Алдымен үлгісін жасап, тапсырыс берушімен келісеміз. Қолданылатын материалдардың бірі кандура. Ол су мен отты өткізбейді. Ішкі жағына сетка мен батклат салынады. Қазақстанның арнайы күш құрылымын киіммен қамтып отырған бірден-бір зауыт сапаны бірінші кезекке қояды. Әр кеудешенің салмағы 12 келіден асады. Қолданылатын материалдың сапасы жоғары. Әртүрлі технологиясы бар деген сияқты. Жылдан жылға игеріп келеміз. Өткен жылы түгелдей бұрындалған тақтайшаларын, оның ішіне салынатын өзінің бұрындалған тақтайшалары болды. Соны түгел 5-ші классқа дейін сақтап қалып 5-ші классы болды. Сол классына дейін игеріп, сол бұйымды шығарып. Бүгіндері толықтай өзіміздің зауытта істеледі бұл нәрсе. Тек қана шетелден шикізаттар алынады, өйткені ондай шикізат біздің елде шықпайды. Ол енді әртүрлі химиялық түрленетін шикізаттар. Сосын өзінің материалының өзінде, оны тігілетін материалға өзінің талабы бар. Ол отқа жанбау керек, 1 метр суға шыдау керек. Сосын 100 циклға дейін уқалға көну керек. Айта кету керек, бүгінгі таңда тыныс зауытында шығарылатын полиэтилен құбырлары, авиация, теміржол, мұнай салаларына қажетті қосалқы бөлшектер мен күштік құрылымдарға арналған бронежилеттер тапсырыс берушілер тарапынан жақсы баға алып, сұранысқа ие. Ішкі нарықтан бөлек шетелге де экспортталады. Бауса Жақсыбаева, Василий Вережников, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Қазақ алтын компаниясы 1 миллионнан аса маска мен 20 мың дана антисептикті тегін тарату бойынша акция жариялап отыр. Оған Ақсу кенті мен Бестөбе және Жолымбет ауылдарының тұрғындары қатыса алады. Акция мамырдың 18-іне дейін жалғасады. Мұндай қайырымдылық немен байланысты деген сұраққа жауапты келесі бейнематериалдан білейік. Қазақ алтын елдегі алтын өндіретін және өңдейтін ең көне кәсіпорын және Ақмола облысының тау-кен өнеркәсібіндегі ең ірі компаниялардың бірінен саналады. Оның құрамында Ақсу, Бестөбе және Жолымбет кен орындары мен байыту фабрикалары бар. Өнеркәсіп кешені Степногорск қаласының әлеуметтік маңызы зор кәсіпорны саналады. Сондықтан акционерлік қоғам COVID-19 коронавирус инфекциясының алдын алу ісінде мемлекеттік органдарға қолдау көрсетуде. Это обеспечение средствами защиты. Біздің кәсіпорын коронавирус індетімен күреске бар күшін салып көмектесіп
Мәселен, медицина мамандарына қорғаныш құралдарын тегін беріп, оларды тасымалдау. Блок бекеттерде кезекшілік атқарғандарды ыстық тамақпен қамтамасыз ету сияқты істерді өз мойнымызға алдық. Тұрғындарға әлеуметтік көмектер көрсетеміз. Мәселен, әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған 200-ден аса отбасын азық-түлік пен антисептиктермен қамтамасыз еттік. Қайырымдылық көмек көрсету мақсатында арнайы электронды поштамызды аштық. Оған кез келген тұрғын көмек сұрап хат жазуларына болады. Біз бірде-бір өтінішті жауапсыз қалдырмаймыз. Осындай қайырымдылық көмекті жыл бойы атқарамыз деп жоспарлап отырмыз. Кәсіпорын алдағы уақытта Орталық Азияның табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу жөніндегі тұрақты жетекші компания атануды көздейді. Бүгінде компанияда 4000-нан аса жұмысшы еңбек етеді. Олар үшін барлық жағдай жасалған. Төтенше жағдай кезінде де, қазірде де кәсіпорында қауіпсіздік шаралары толық сақталуда. На сегодняшний день на филиале рудника КСУ Бүгін филиалымызда коронавирус инфекциясының алдын алу бойынша барлық шаралар қолға алынды. Барлық жұмысшылар мен қызметшілеріміз жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілген. Ғимаратқа кірер кезде антисептиктер қойылған. Күнделікті ылғалды тазарту жұмыстары жүргізіледі. Дене қызуын өлшейтін термометрлер де сатып алынды. Ағымдағы әрбір жұмысшы міндетіне кіріспес бұрын медициналық тексеруден өтеді. Маскалар мен антисептиктерді тегін тарату акциясы мамырдың 18-не дейін жалғасады. Бұл коронавирустың алдын алу мақсатындағы қолға алынған шара. Ал жыл соңына дейін басқа да қайырымдылық акциялар өткізу жоспарланып отыр. Бибінұр Амырханқызы, Сәния Көпжасарова, Жамбыл Балтаев, Көкше Ақпарат. Бірлік шағын аудандағы Балқаш көшесінің тұрғындарының айтар шағымы көп. Жол жөнделмеген, балаларға арналған алаңқай жоқ. Жауапты мекемелерге сөзіміз жетпей отыр дейді тұрғындар. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары мәселе біртіндеп шешілетіндігін айтып отыр. Тұрғындармен әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы тыңдап келді. Балқаш көшесінің жолы осындай. Ойдым-ойдым табанға жар тасқа толы. Мұнда ойын баласы көп. Велосипед, самокат тебетін олар өз ауласының жағдайы нашар болғандықтан орталық көшеде ойнайды. 5 жыл бұрын тұрғындар мына жолды өз қалтасынан ақша шығарып, қажетті техника жалдап, жөндеп алған. Алайда қазір тозығы жетіп отыр. Хотим узнать, какие дороги будут делаться. Біздің көшеге жөндеу жұмыстарын нақты қашан жүргізетінін білгіміз келеді. Өйткені бізге жол жөндейміз деп 10 жылдан бері уәде беріп келеді. Өткен жылдың күзінде Бапан би көшесінің жолдарына асфальт салынды. Ал бізге тіпті грейдерді салып бермеді. Біз тіпті көлікке қажетті жанар-жағармайды беруге де дайын болдық. Алена әкімдікке осы шағымын жеткізген. Олар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жіберіпті. Алайда тұшымды жауап ала алмадым дейді. Біз шағымы көп шағын ауданның мұңын жауапты мекемеге жеткіздік. В частности, по микрорайону Бірлік шағын ауданда 2 шақырымға дейінгі жаңа жолдың құрылысы жоспарланды. Ең алдымен мектеп жақтан бастаймыз. Бұл Қоңырат, Балқаш көшелері. Қосымша тағы бірнеше аумақтарды таңдап алып, қиыршық тас төсейміз. Балқаш көшесіне жолдың жалпақтығы 6 немесе 8 метр болатынын анықтап, бетон жабынмен жабамыз. Жөндеу жұмыстарын құрылыс науқанының соңына дейін аяқтаймыз. Шағын ауданның шағымын Шедловский шешеме. Ол күз біткенше жол жөнделеді деп уәде етті. Бірлік шағын ауданы жолдарының қазіргі таңда тек 25% ғана жөндеуден өткен. Бұл жұмыстар жыл сайын кезең-кезеңмен атқарылуда. Өткен жыл автобус жүретін жолдар жөнделген. Биыл басты назар ауданның шеткі көшелеріне аударылмақ. Оның қатарында Балқаш көшесі де бар. Айгүл Мырзағалиқызы, Дархан Сағын, Бауыржан Смағұлов, Көкше Ақпарат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы мәлімдемесінде төтенше жағдай режимі аяқталғанын, бірақ дерттің таралуы бәсеңдемей тұрғанын атап өтті. Осы мақсатта облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті өз ғимаратында шағын фронт кеңсесін құрып, індеттің таралуына жол бермеуде. Департамент қызметкерлері күнделікті жұмыстарына кіріспес бұрын санитарлы карантиндік бақылаудан өтеді. Дене қызулар өлшеніп, қолдары дезинфекцияланады. Маскаларының бар жоқтығы тексеріледі. Мұндай санитарлық шаралардан келушілерде өтіп, департаментке қатысты мәселесін фронт кеңсе ішінде пысықтайды. Яғни кеңсе ішінде орналастырылған ішкі телефон арқылы маманнан қажетті кеңес беріледі. Несмотря на небольшие послабления с 11 мая, 11 мамырдан бастап карантин режимі жеңілдетілгенімен, біз өз қызметкерлерімізбен ерекше жағдайда жұмыс істеуді жалғастырудамыз. Өздеріңіз жаңа көргендеріңіздей, шағын фронт кеңседе қызметкерлер мен келушілер үшін барлық жағдай жасалған. Мұның барлығы олардың арасында тікелей байланысты қысқарту үшін жасалып отыр. Себебі біздің қызметкерлеріміз сотталғандармен де байланысады. Сондықтан індетті жұқтыру қауіп-қатерінің алдын алу өте маңызды. Бұл ретте күні бүгінге дейін облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті қызметкерлері мен жабық мекемелердегі сотталғандар арасында коронавирус індетін жұқтырғандар тіркелмеген. Айгүл Бекетқызы, Сабыр Құлатай, Жамбыл Балтаев, Көкше Ақпарат.
Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция онлайн форматта өтті. Шоқан оқулары дәстүрлі жыл сайын өткізілетін шаралардың бірі. Биыл 24-ші рет ұйымдастырылып отыр. Виртуалды кездесуге Венгрия, Монголия және Ресейдің көрнекті ғалымдары қатысты. Бұл конференцияның қазіргі ерекшелігі, сіздер білесіздер, өзімізге белгілі себеппен онлайн режимде өтіп жатыр. Негізінде жылда бұл дәстүрлі конференциямызды апрель айында, сәуір айында өткізетіміз. Пандемияның созылуына байланысты онлайн форматты өткізіп жатырмыз. Негізінде ешнәрсе ұтылып жатқан жоқпыз. Қызығушылық бұрынғыдан да кем емес. Мысалы, шетелден үлкен көп шетелден ғалымдар қатысып жатыр. Мысалы, Венгрия, Монголия, Түркия, Россиядан өте көп ғалымдар қатысып жатыр. Өзіміздің ғалымдарды есептемегенде. Қазақ халқының ағартушы ғалымы, этнограф Шоқан Уәлихановтың саналы ғұмырында жүріп өткен сара жолы мен қалдырған мол мұралары бүгінгі конференция қатысушылар тақырыбының өзегіне айналды. Олар ағартушы ғалым Шоқан Уәлихановтың тарих ғылымына қосқан үлесін саралап, еңбектерін кеңінен насихаттау мәселесін талқылады. Шоқанның әр кезеңі, әр басқан ізі бәрі өте сондай қасиетті ғұмыры қамшының сабындай қысқа болып, не бары 29,5 жыл ғана өмір сүрді. Соның өзінде сол 5 томдық шығарма шығарып, оны дүниеге әкелуде үлкен еңбек сіңірген Әлкей Хақанұлы Марғұлан деген академик ағамыз болды. Сол кісі маған өсиет айтып, Шоқанның өмірбаянын, атқарған қызметін, шығарған шығармаларын зерттеуге нұсқау берген. Дәстүрлі ғылыми конференцияның үйреншікті форматта өтпегенін бос орындықтардан байқауға болады. Десе де алқалы жиынға шетел ғалымдары мен университет профессорлары белсенді қатысты. 337 ғылыми мақала ұсынылып, 4 томдық электронды форматтағы жинақ жарияланды. Бауса Жақсыбай, Павел Соловьев, Шоқан Толкиев, Көкше ақпарат. Алдағы 3 тәулікте тұрақсыз ауа райы күтілуде. Бұған синоптикалық процестердің тез өзгеруі ықпал етуде. Ел аумағындағы циклон мен фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, кей жерлерде күн күркіреп, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 15-23 метрді құрап, бұршақ жауы ықтимал. Уже сегодня дневная температура воздуха по области. Бүгіннің өзінде ауа райының температурасы 16-21 градусқа жылынады. Алайда 16 мамырдан бастап ол 22-27, кей жерлерде 30 градусқа дейін көтеріледі. Мұндай ауа температурасы 2-3 күнге дейін сақталады деп күтілуде. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі бүгінге осындай. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.